6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем достар, эфирде тәжірибе алаңы, және сіздермен бірге мен Айжан Мұхтарқызы. Ал мен Аружан. Былай қарап тұрса, айналадағы ауаның массасы жоқ сияқты, е? Иә. Ал енді оны тәжірибе жүзінде дәлелдеп көрейік. Бізге керегі ұзын сызғыш, шамамен 50 сантиметр. Қайшы, балаларға арналған қайшы, Тоқма жіп, сарық жіп, 2 шар, және де инелер қажет болады. Балалар, біз осындай сызғышты қолданамыз. Сіздер сызғыштың басқа түрлерінде қолдансаңдар болады. Бұл 50 сантиметрлік сызғыш болғандықтан шамамен 25 сантиметр оның жартысы болып табылады. Жақсы. Енді біз жіп арқылы оның жіпті ортасынан өткізейік. Жіптің ұзындығы балалар сызғыштың ұзындығымен тең болу керек. Енді жіпті тең бөлеміз ортасынан. Және де сол ортасы арқылы сызғыштан өткіземіз. Біз алдын ала сызғыштың ортасын белгілеп алған болатынбыз. Енді сызғыштың ортасынан жіпті байлаймыз. Балалар, сызғыштың ортасын таңдаған кезде абай болыңыздар. Екі жағы тең болу керек. Тепе-тең қалыпқа келтірдік. Енді ол үшін бірнеше мәрте тексеріп отыру қажет. Екі жағына біз 2 бірдей шар үрлейміз. Олардың көлемі балалар бірдей болуы қажет. Қаттырақ тарт. Жақсы. Өне енді ауа шығып кетпейді. 2 шарымыз дайын болды. Енді шарларды бекіту үшін біз оларды жіппен байлаймыз. Біз шарды сызғышқа ілеміз. Жақсы. Менікі дайын болды. Менікі де. Ендеше 2 жақ шетінен ілейік. Ал енді балалар, осы ауаның массасы бар ма жоқ па соны анықтайық. Ол үшін бір шарды мына канцеляриялық ине арқылы тесеміз. Ал біз дайынбыз. Баста. Көріп тұрғандай. Мына шар ауыр болып кетті, яғни ауаның массасы бар екен. Яғни жаңағы жерде масса солға қарай ығысты. Яғни мына шардың ішіндегі ауаның массасы бар екен. Балалар, осы тәжірибені үйлерінде қайталап көріңдер. Сіздерге сәттілік тілейміз. Қош, сау болыңдар!